Луиза Хей. 21 күнде бақытты болудың құпиясы. Екінші күн. Бүгін сіз ескі сенім түсініктерге мән берместен өзіңізге мұқият қарауды үйрене отырып, айнамен жұмыстың негізгі жаттығуларын жасай бастайсыз. Бұл айнамен жұмыстың екінші күні, және сіз өзіңізді жақсы көруді, құрметтеуді енді ғана үйрене бастадыңыз. Ендеше орныңыздан тұрыңыз. Өмір және өзіңіз жайлы ойлаудың жаңа әдісін күнбе-күн қолданған сайын ұзақ уақыт санаңызда қалыптасып қалған ескі жағымсыз түсініктер біртіндеп ығыса бастайды. Жақын арада сіз көбірек жымиятын боласыз, сонда айнаға қарауда жеңілірек болады. Көп ұзамай аффирмациялар шындыққа айнала бастайды. Енді қол айнаңызды шығарыңыз, немесе жуынатын бөлмедегі айнаның алдына барыңыз. Денеңізді бос ұстап, терең тыныс алыңыз. Айнадағы өз бейнеңізге көз салыңыз. Содан кейін атыңызды атап тұрып, былай деңіз: мен сені жақсы көремін. Мен сені шын жақсы көремін. Мұны тағы 2 мәрте қайталайық: мен сені жақсы көрем. Шынымен де қатты жақсы көрем. Мен сені жақсы көрем. Мен сені шынымен де қатты жақсы көрем. Қалай екен? Осыдан кейін не сезіндіңіз? Шыныңызды айта беріңіз. Иә, бұл бір қарағанда бір түрлі есалаңдық секілді көрінеді. Өйткені бастапқыда расымен солай сезіледі. Немесе сіз мұны айтуға кәдімгідей қиналуыңыз мүмкін. Мұндай сезімдердің болуы қалыпты жағдай. Себебі өзіңді сөзсіз сүюсіз бұрын ешқашан жасамаған нәрсе. Өзіңізге осы сезімдерді сезінуге мүмкіндік беріңіз. Не сезінсеңіз де, бұл бастамасы ғана жаңа нәрсеге бас көзіңмен қойып кететін нағыз қолайлы сәт. Өзіңізге мен сені жақсы көрем деп айту қаншалықты қиын екенін білемін. Бірақ сонымен қатар бұл нәрсе қолыңыздан келетінін де білемін, және тырысқаныңыз үшін сізге дән ризамын. Бірте-бірте айнамен жұмыс істеу жеңілдей түседі, сөзіме сеніңіз. Егер сізге мен сені жақсы көрем деп айту өте қиын болса, қарапайым нәрседен бастай аласыз. Мәселен, мына сөздерді айтуға болады. Мен сені жақсы көріп үйренгім келеді. Мен сені сүюді үйреніп жатырмын. Айнадағы келбетіңізге қарағанда балабақшадағы баламен сөйлесіп тұрғандай әрекет етсеңіз деймін. Өзіңізді осы балабақшаның жас тәрбиешісі деп елестетіп көріңіз. Енді атыңызды атап, сол ішкі балаға үн қатыңыз. Мен сені жақсы көрем. Мен сені шынымен де жақсы көрем. Айнамен неғұрлым көп жұмыс істесеңіз, соғұрлым оңай болады. Бірақ бұған біраз уақыт қажет екенін ұмытпаңыз. Сондықтан қолыңыз қалт етсе, айнамен жұмыс істеуді әдетке айналдырыңыз. Мұны таңертең тұра салып, басқа шаруаларыңызға кіріспес бұрын жасаңыз. Қайда барсаңыз да, қол айнаңызды тастамай алып жүріңіз. Сонда өзіңізге деген сүйіспеншілікке толы сөздерді кез келген жерде айта аласыз. Қане, бастайық: мен әдемімін. Мен күштімін. Мені жақсы көру оп-оңай. Екінші күнге арналған айна жаттығуы. Бірінші. Жуынатын бөлмедегі айнаның алдына барыңыз. Екінші. Көзіңізге қараңыз. Үшінші. Атыңызды атап тұрып, былай деңіз: мен сені жақсы көрем. Мен сені шынымен де қатты жақсы көрем. Төртінші. Мұны тағы 2-3 мәрте қайталап көріңіз. Мен сені шынымен де қатты жақсы көрем. Атыңызды атаңыз. Бесінші. Осы сөздерді қайта-қайта айта беріңіз. Мұны күніне кемінде 100 мәрте қайталай алатыныңызға сөз беремін. Иә, дәл солай күніне 100 рет. Білем, тым көп сияқты көрінеді, бірақ шынымды айтайын, курстан өткеннен кейін күніне 100 рет деген тұс қиын болмай қалады. Алтыншы. Сонымен айнаның жанынан өткен сайын немесе әйнектен бейнеңізді көре сала аффирмацияны қайталаңыз. Атыңызды атаңыз: мен сені жақсы көрем. Мен сені шынымен жақсы көремін. Өз-өзіңе мен сені жақсы көрем деп айту неге қиын дегенде, оның бір себебі адамның өзін ескі жағымсыз түсініктер арқылы бағалайтынында болуы мүмкін. Әртүрлі ойларың үшін өз-өзіңді айыптап, ыңғайсыздықты одан сайын күшейтпеңіз. Бойыңызды еркін ұстаңыз және аффирмация айтуға міндеттеме алыңыз. Есіңізде болсын, сіз шындыққа сай келетін аффирмациямен келсесіз. Шынын айтқанда, біз өзімізді сынап мінеп кінә тақпаған кезде өз-өзімізді шынымен жақсы көреміз. Айнамен жұмыс істегенде қолыңызда сұлық болғаны дұрыс.
Өйткені бұл жұмыс есте қалатындай әсерлі, мұңды болуы мүмкін. Көп жағдайда ол тереңде жатқан эмоцияларды сыртқа шығарады. Мәселе мынада. Біз кейде өзімізге келгенде өте қатал, мейірімсізбіз. Сондықтан өзімізді жақсы көруді үйрене бастағанда, ұзақ жылдар бойы өзімізге деген жек көрінішті арқалап жүргенімізді байқаймыз. Бұл белгілі бір күйініш ала келеді. Бірақ қайғы қасірет тарқайды. Сондықтан қандай терең мұңға батсаңыз да, одан қашпаңыз, өзіңізге оны сезінуге мүмкіндік беріңіз және сол сезімдерді қабыл алыңыз. Оларды айыптамаңыз. Айнамен жұмыс істеу дегеніміз ең алдымен өзіңді сүю және өзіңді бар болмысыңмен қабылдау. Мен сізге таңертең тұра салып бірден айнамен жұмыс істеуге кеңес бердім. Кейде бұл күннің ең қиын уақыты. Өйткені төсектен тұра сала бірден әдемі боп жайнап жүретіндер сирек. Бірақ бұл жай ғана пайым және айнамен жұмыс істеудегі біздің мақсатымыз. Кім екенімізді көру үшін айнадағы адамға ешқандай айып тақпай, сынап мінемей көз салу. Ғаламат күшіңізде екінші күннің күнделік сұрақтары. Өмір заңы өте қарапайым. Не берсек соны аламыз. Күнделікке мына сұрақтардың жауабын жазыңыз. Бірінші. Қанша алғыңыз келсе де, қолыңыз жетпей жүрген қандай нәрсе бар? Екінші. Есеу кезінде не нәрсеге лайықпын, не лайық емеспін деген секілді ережелер болды ма? Бір сый құрметке кенелу үшін оған әуелі еңбегіңді сіңіру керек деген ұстанымыңыз бар ма еді? Үшінші. Өзіңізді өмір сүруге лайықпын деп санайсыз ба? Қуануға ше. Лайық емеспін деп санасаңыз, оған не себеп? Осы сұрақтарға жауап бере отырып қандай эмоцияларды бастан кешкеніңізді бақылаңыз. Оны күнделікке түртіп қойыңыз. Екінші күңгір жүректегі ойлар. Мен лайықпын. Кейде біз жақсы өмір сүруге күш салғымыз келмейді. Өйткені өзімізді оған лайық санамаймыз. Біз бұған лайық емеспіз деген сенім, балалық шақта бастан өткен тәжірибеден кейін қалып қоюы мүмкін. Біреудің жалған тұжырымына немесе пікіріне құдайдай сеніп, шыңға балап жүруіміз ғажап емес. Лайық болу мен жақсы болудың арасында ешқандай байланыс жоқ. Оған адамның өмір сыйын, жақсылығын қабылдай алмауы кедергі болады. Өзіңізді оған лайық деп санасаңыз да, санамасаңыз да, өзіңізге жақсылықты қабыл алуға рұқсат беріңіз. Екінші күннің медитациясы. Махаббат шеңбері. Өзіңізді сондай қауіпсіз, жайлы жерде тұрмын деп елестетіңіз. Ауыртпалықтан, азап пен қорқыныштан арылыңыз. Ескі жағымсыз түсініктермен және тәуелділікпен қош айтысыңыз. Олардың сізден алыстап бара жатқанына қараңыз. Содан кейін қолыңызды екі жаққа жайып былай деңіз. Мен ашықпын және қабыл алуға дайынмын, өзім қаламайтын нәрсені емес, жанымның қалауы болған нәрсені қабылдауға дайынмын. Өзіңізді толыққанды, аман сау және бақытты күйде сезініңіз. Тұла бойыңыз махаббатқа толы. Осы кеңістікте әлемдегі басқа адамдармен байланысыңызды сезініңіз. Бойыңыздағы махаббат әлемге тарап, жүректен жүрекке өтсін. Есіңізде болсын, махаббатыңыз сөніп бара жатқанда, ол сізге еселеп қайтады. Баршаға жұбаныш болатын ойлар жіберіңіз, және бұл ойлар өзіңізге оралатынын ұмытпаңыз. Бұл ғаламда біз жек көрініш шеңберінде немесе махаббат пен дауа шеңберінде ғана болуымыз мүмкін. Мен махаббат шеңберін таңдаймын. Білем, бәріміз бір нәрсені қалаймыз, ол жайбарақат, тыныш өмір сүру және өзімізге ұнайтын жолдармен шығармашылықпен айналысу. Әлемнің махаббаттың ғажап шеңберіне айналғанын көріңіз. Каналға жазылыңыз.